бұл күнім. Бірін хәкім, бірін азым, болыңыздар ғұлама. Мың дауыспен сайраған өмірдің бұлбұлын. Сыныбымда көп менің дарындылар. Спорт туған, өнер сүйген жолым бұлар. Ауданда да, облысы да үздік шыққан жігіттерім шетінен чемпиондар. Шеттерінен өнерлі қыздарым бар. Бейде билеп, шырқатып, ән де салар. Сыныбыммен әрқашан мақтанамын, шәкірттерім өмірлік есте қалар. Жолым болсын ардақты түлектерім. Дүрсілдеп соғып та тұр, кішкентай жүректерім. Тәлімді тәрбиемен білім жиып, жол жүргелі тұрсыңдар шәкірттерім. Ұмытпаңыз бастауыш мектебіңді, ұстазыңды, балық шақ көктеміңді. Орындап мақсат, міндет, арманыңды, оқи бер жоғары сынып кемелінде. Бүгінгі балаларымыздың 4 жыл бойы оқыған білімдері жаман болған жоқ. Бұл балаларымыз мектеп-ішілік, қалалық, облыстық түрлі жарыстарға қатысып, өте көп орындар алды. Сол қазір бастауыш сыныптардың арасында біз 3-ші орында тұрмыз. Бастауыш сыныпта 18 сынып болатын болса, біздің сыныптың рейтингі жетістігі 3-ші орындамыз. Бір сыныппен бар болғаны 0,5-ке ғана төмен болып тұрмыз. Мысалы, 2-ші орын болып қалуымыз мүмкін еді. Сонда да балалардың еңбегі бар, сіздердің еңбектеріңіз бар, бірге қаншама жарыстарға дайындалдық, мектепшілік жұмыстарға да барлықтарыңыз атсалысып қатыстыңыздар. Міне бүгінгі көрген концерттеріміздің өзінде біз балалармен маңдай термен бұлардың мен несін бар еді, бір видео істеп бердім блогерімізға. Мұғалім деді, ұятып қалады деді. Қарсы шықты, сонымен видеомыз көрсетілмеді. Мысалы, қазір көрсеткенде күлетін едіңіздер. Дайындық кезінде сайтқа шығып кетсең балалар жоқ. Ал ізде. Осы сыныптың ішінде бірақ жоқ. Сондай қызықтары болған еді, сонымен видеоға алған, бірақ балалар берді. Сіздер көрсетуіне қарсы болды. Енді сыныпта үздік те бар, жақсы оқыған балалар да бар, сыныпта белсене қатысқан оқушылар да бар. Үздік оқушыларды қазір атап өтейін. Айтқазы Аяру, Марат Адина, Алибеков Адрет, сосын артыншыдан оқыған Сабит Айзере, Иманова Арайлым, Қуатова деген бар екен. Бұл кісілерге қазір саптық жиын болады. Мектептен соң қоңырау, сол жерде сіздерге үздіктердің шеруі болады. Сол уақытта сіздер өздеріңіз мадақтамаларыңызды алыңыздар. Қазір мен алмай қалдым деп ренжіп қаламыз ба, жарай ма? Ал енді жақсы өзге тәртібімен жақсы оқыған үшін Абдрахманова Сезім марапатталады. Келесі. Мейірбекұлы Алимов, Төлеу Сәттімбет, Жалғас Азиза, Берікболұлы Ерлан, Амангелиев Алихан, Киебай Аида, Умарбекқызы Кабира. Бұл балаларымыз екпінді болды, 4-тен 5-те оқыды. Ал енді мектеп өміріне белсене араласқаны үшін Амангелді Қарақат марапатталады. Еркінбаев Бейбарыс, Думан Дияр, Загипова Камила,
Жазбек, Айбек, Жұмағалиев, Жұмағұлов Шыңғыс, Рамазан Райымбек Жұп, Сансызбай Заңғар, Сартбалды Нұржан, Сартбай Нұрлек, Серғали Айзере, Сұлтан Бейбарыс, ал енді ата-аналар осы сыныпта белсене мектеп өміріне қатысты отырған ата-аналар бар. Сол ата-аналарды марапаттап өтсек. Ең бірінші орында мен ер адам бір папамызды мақтап айтқым келіп тұр. Мына мен ойлаймын десек, мен ойлаймын десек, екеуміз бе? Сөз етін кезде міне кім жүр, Лаура жүр, Айсұлу жүр, тағы бар еді. Сол кісі үшеуі линолеум қыста кесіп тапты. Енді мына кісілер шұп ұрады да, алып жатыр, бізге целый керек деді. Ана жерден жүріп тағырғаны кісілерге кесіп алдық. Бізге жарып керек емес. Оны тағы қосып отырмыз керек емес деп. Ана кімнің Ернардың папасы